Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен үй жағдайында пеште пісірілген тауық етінің рецептісімен бөлісетін боламын. Менімен бірге видеоны соңына дейін көрулеріңізді сұраймын. Өздеріңіз үйде жасап көріңіздер, дәмі өте керемет, ерекше болып шығады. Бүтін тауығымызды алып, оны жақсылап жуып аламыз. Жуып алғаннан кейін кептіреміз. Кептіріп алғаннан кейін жақсылап іші сыртын, қанаттарын бәрін тұздаймыз. Тұздап болғаннан кейін шетке қойып, енді маринатын дайындаймыз. Маринатына майонезін қосамыз, томат, соевый соус, чесноктан қосып жібереміз, паприка және балдан қосамыз. Бәрін жақсылап араластырып, тауығымыздың іші сыртына жақсылап жағып шығамыз. Жағып болғаннан кейін бүтін тауығымызды 15-20 минутқа қалдырып қоямыз. Маринаты кішкене өз бойына сіңіреді. Он 15-20 минут өткенше біз картобымызды екі түрлі қылып турап алатын боламыз. Яғни бірін ұсақтап турасақ, екіншісін сәл ірілеу турайтын боламыз. Ұсақтап туралған картобымызды бір ыдысқа салып, оның үстіне пиязымызды турап салып, тұз сеуіп, және тауықтан қалған маринатымызбен араластыратын боламыз. Оны бір шетке қоя тұрамыз. Енді картобымыздың екінші бөлігін сәл ірілеп турап, оған тұз сеуіп, қалған маринатымызды салып араластырып қоямыз. Енді ұсақтап туралған картобымызды тауығымыздың ішіне нығыздап салатын боламыз. Салып болғаннан кейін ине жіптің көмегімен ақырын білдіртпей тігіп қоямыз. Тігіп алғаннан кейін екі аяғын біріктіріп байлап қойсаңыздар болады. Міне осылай болып шығады. Енді пешімізді 190 градусқа қойып 1 сағат пісіріп аламыз. 1 сағат өткеннен кейін 200 градусқа қойып 30 минут пісіріп аламыз. Піскен тауығымызды зубочистканың көмегімен тексеретін боламыз. Піскен болса қан шықпайтын болады. Егер шикі жағдайда қан шығып тұрады. Міне осымен біздің пеште піскен тауығымыз дайын. Үй жағдайында жасап көріңіздер, өте дәмі керемет болып шығады. Ұсынған кезде өз қалауларыңыз бойынша ұсынсаңыздар болады. Менің балаларым яғни күрішті жақсы көреді. Сол үшін мен күріш қостым. Менімен бірге соңына дейін болғандарыңызға рахмет. Ас болсын.